Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам баласынан айырылған шақта көзіне жас алып жылайды. Сәби кішкентай, бір риуаяттарда 16 айлық деп келеді, бір жасынан енді асқан кезде баласы шетінейді, қайтыс болады. Көзіне жас алып жылайды дейді. Сонда сахабалар таңғалып, «Мә хәза я Расулаллах, мынау не іста?» О Алланың елшісі, жылап атсыз ба деп. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам, «Иә, жүрек қайғырады» дейді. Көзден жас ағады, жүрек қайғырады, оған рұқсат. Бірақ мынау тілге ие болуымыз керек та. Сол тілге ерік беріп қойып жатамыз кейде. Қайғырған кезде, бауыр еті баламыз өмірден өтіп бара жатқан кезде, не жаздым дегендей Аллаға қарсы сөздер айтып қоямыз. Пайғамбар алейхиссалату вассалам өзі де жылап жатыр, бірақ тіліне ие болды. Көз жас шығады, жүрек қайғырады, бірақ адам баласы тілге барынша